Дабыл қақпасқа болмайды. 6 миллиард теңгеге іздеу салам. Біз мына жолдың құрылысына деп бөлдірткен миллиардтаған теңге желім кетті. Ішкі істер министрлігі, бас прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті, президент әкімшілігі, АФМ барлықтарыңызға жаңа ғана менің атымнан ресми хат жолданды. Осы істі жіті назарға, бақылауға алуларыңызды сұраймын. Өйткені қазір республикалық деңгейде алаяқтықтың жаңа схемасы жүріп жатыр. Біз бір топ депутат осы Қызылордада, Ақтөбе, Ақмолада салынуы тиіс болған жолдың құрылысына қыруар қаржы бөлдірттік, заң аясында бекіттік. Енді қысқасы осы тендерді ұтып алған қызылордалық Дорстрой дейтін компания. Бұл жолды салып бітірген жоқ, керісінше осы мемлекеттен түскен ақшаны шешіп алумен айналысты. Соңында не істейді? Компанияны банкрот деп жариялай салады. Кім ақымақ? Үкімет, мемлекет ақымақ. Ең қызығын айтайын. Сол Дорстрой компаниясының бұрынғы құрылтайшысы, адвокатымен кабинетімен шақырдым. Бізде жәбірленушіміз дейді. Мұратбек Тілеулиев. Айтуынша, ешкімнің сөз өтпейтін, ешқандай сот жоқ, Досқан Жүніс бастаған бір топ компанияны рейдерлік әрекетпен тартып алған. Басында өзін бір ірі кәсіпкер ретінде таныстырады. Сендердің компаниялардың рейтингі жақсы екен, менде жоғарыда таныстар көп, сендерге жақсы тендерларды алып беруге көмектесем. Ол үшін сен компанияның 70%-ын акциясын мен атыма жазып бересің дейді адам атына. Ол үшін саған миллиардтардың үстінде тағы да жақсы рахметімді айтамын. Ертең ана тендер ұтқаннан кейін ол жерде де доляда боласын деп сендіреді. Қысқасы сөйтіп компанияның 70%-ын атына аудартып алады. Енді жаңа тендердан бірінші транш 30% ақша түскеннен кейін миллиардтар не істейді? Ол жол салумен айналыспайды, қолдан заңсыз мөр жасатады, өз адамын директор ретінде тағайындайды. Сөйтіп ана ақшаны барынша таныстар арқылы талан-таражға салып, сыртқа активтарды шығарумен айналысады. Бұрынғы құрылтай сол далада қалады. Білмеймін, мен қазіргі цифрлық заманда бюджеттен түскен компанияға түскен ақшаны кімнің есеп шотына кетіп жатыр және не үшін кетіп жатқан анықтауға 1 сағат уақыт жетеді, бірақ әлі іс сол орында тұр. Бірақ қызылордалық тергеушілердің неге әрекетсіз отырғаны түсініксіз. Әсіресе АФМ назарына менің қолымда да біраз мәліметтер бар. Жолдың құрылысына жұмсалу керек болған ақшаның 172 миллионы Искаков дейтін бір азаматтың кәдімгі жеке банк картасына аударыла салған. Не үшін аударды, тексеріңіздер. 14 миллион теңге Қуандықтың жеке есеп шотына аударылған, 374 миллион теңге Сынақ дейтін бір компанияға аударылып кеткен, 386 миллион Дарын Инвест дейтін серіктестікке аударылған. Айта берсек, ондаған жеке және заңды тұлғаларға қыруар қаражат заңсыз таратылған. Яғни қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырып, еленген, сыртқа шығарып алумен айналысқан. Осы істі жіті тексерулеріңізді сұраймын. Неге ешкім ұсталмады? Қызылорда қаласының полициясына 18 арыз жолданғанымен толыққанды тексеру жүргізілмей жатыр. Осыған байланысты қайталап айтамын, бас прокуратура, ішкі істер министрлігі, ұлттық қауіпсіздік комитеті, АФМ президент әкімшілігі аталған фактілер бойынша қылмыстық істі жеке бақылауға алуды, қаржының қозғалысын толық тексеруді, қатысы бар барлық тұлғаларды жауапкершілікке тартуды сұраймын. Өйткені бұл халықтың салығы, әр тиыны үшін жауап болуы тиіс. Бұл істі мен соңына дейін жеткізем, керек болса апта сайын мәлімдеме жасап отырам. Сондықтан бақылауға осы істі алыңыздар. Құрметпен парламент мәжілісінің депутаты Мақсат Толықбай.